жауынгер Мырзағали. Ант қабылдамаған кел. Әскери ант қабылдап келіп тұр. Заңды сайланған президентке ақтөтен қорғанша адал болуға, өзінің егемен мемлекеттік конституциясын заңдарын мәселе сақтауға қабылданған түрде ант Мен Қазақстан Республикасының азаматы қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқына оны заңды түрде сайланған президентіне ақтық демім қалғанша адал болуға, өзімнің егеменді мемлекетімнің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Егер мен өзім қабылдаған әскери антымды бұзсам, онда мен Қазақстан Республикасы заңдарында белгіленген қатаң жазаға ұшырайтын боламын. Республикасының заңдарында белгіленген қатаң жазаға ұшырайтын болайын. Абайжан Мырза, қатарда жауынгер Генерал әскери ант қабылдауға келіп тұр. Адам әскери ант қабылдады. Рот командирі аға лейтенант Камашев. Еркін тұр. Еркін тұр. Құрметті офицерлер, сержанттар мен сарбаздар, сіздерді әскери бөлімді толық құқылы жаңа буынмен, ал жас сарбаздарды әскери ант қабылдауымен құттықтаймын. Сіздерге мықты денсаулық, бақ, береке, барлық ізгілікті бастамаларыңыз бен істеріңізге сәттілік тілеймін. Бір сызық қарашықпен назар оңға. Біз жас буын сарбаздары Ақтау қаласындағы 51-809 әскери бөлімінде жауынгерлік ту астында ант қабылдап жатқанымызды мақтан етеміз. Қызметімізде үлгілі әскери тәртіп және жоғары жетістіктерге жетуімізге сеніміміз мол. Алдағы бір жыл ішінде білгенімізді қатарластарымызға үйретуге, білмегенімізді үйренуге ант етеміз. Болашаққа деген нық қадаммен жас буын сарбаздары.